Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен күріштің пайдасы және күріш суының пайдасы. Сұлулықты сақтауға күріштің өзін және оның суын да қолданады. Күріш суын қолдану әдістері: бетке арналған тоник. Күріш тұнбасы теріні майдан жақсы тазартады, тонуста ұстайды және дәрумендер мен минералдармен қоректендіреді. Безеуге қарсы құрал ретінде қолданылады. Күріш суы артық тері майын кетіріп, терін құрғатады. Әдетте теріге безеу шығуының себебі ұсақ тесіктердің бітелуі. Күріштің суы тесіктердің бітелмеуіне көмектеседі. Теріні ағартатын құрал ретінде қолдануға болады. Күріш тұнбасы тері реңкін ағартатын қасиетке ие. Мына видеода мен сіздерге күріштен қалай тоник жасау керектігі туралы көрсететін боламын. Ең бірінші, күрішті жақсылап жуып аламыз. Одан кейін үстіне жылы су құйып 15 минутқа қалдырамыз. Одан кейін бал қосасыздар. 1 чай қасығымен. Қосқаннан кейін сүт 2 қасық, ас қасықпен. Одан кейін лимон мен чай қасық. Лимонның сығындысын чай қасық қосасыздар. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін жауып, тоңазытқышта 5 күнге дейін сақтай аласыздар. Бұндай тоникті бетке қолданасыздар, безеуге қарсы құрал ретінде, теріні ағартатын құрал ретінде, болмаса пигментті дақтарды алдын ала алатын құрал ретінде қолдануға болады. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта жақсы рецепттермен және лайфхактармен бөлісетін боламын. Мен осылай бетін жауып сақтаймын. Достар, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.